Достар, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз жақсысыздар ма? Біз бүгін кешегі бір қалыпта айнымалы қозғалыстарды тақырыпты бекіту мақсатында практикалық жұмыс есептер шығаратын боламыз, тесттер талқылайтын боламыз. Ұлттық тестілеу орталығының алдыңғы жылдарға өткен базаларынан алынған сұрақтар. Хорошо? Давайте жалғастырайық. Пойыз орнынан 0,75 метр секунд квадрат үдемемен қозғалды. 15 км жолды жүріп өтетін уақыт. Орнынан қозғалды десе, оның бастапқы жылдамдығы неге тең? 0-ге тең, иә? Сол кезде жазып қоямын 0 тең 0. Үдеуіміз бізде 0,75 метр секунд квадрат, иә? Кішкене азайтып қояйын. Жүрген жолымыз 15 км деген сөз, яғни 15 метр деген сөз, иә? Сразу метрге қарасай. Сол кезде маған не істеу керек? Оның уақытын табу керек. Достар, қараймыз, иә? Бұл жерде не жоқ, достар? Соңғы жылдамдық жоқ қой, иә? Соңғы жылдамдық жоқ, бастапқы жылдамдық 0-ге тең болғандықтан, сразу мен негізі v0t плюс at квадрат бөлінген 2 еді формула. Бірақ мен, достар, мынау бастапқы жылдамдық 0 болғандықтан, мынаны коэффициент 0 болып кетеді екен, сол себебін жазбай, формуланы сразу осылай бастапқы жылдамдық 0 болған кезде at квадрат бөлінген 2 жазып кетсе болады. Осы жерден t-ны табу мақсатында мынасына бір бар, былай көбейтіледі. Сол кезде 2s тең at квадрат. Бұл жерден аны мынақта өткізерсен бөлуге өтеді ғой, иә? Сол кезде t квадрат тең 2s бөлінген a болады. Ал t-ның өзі түбірасында 2s бөлінген a болады, иә? Сөйтіп орнына қойсақ, t тең түбірасында 2s-іміз бізде 1500, иә? А 15000, то есть бөлінген 0,75. 2 көбейту 15000 бөлі 0,75 тең, опа, 40000, бұның түбірі 200 шығады екен, достар. 200 секунд шығады екен, 200 секунд тең жауап белгілейміз. Жалғастырамыз. Дене қозғалыс басталғаннан соң 8 секундта 30 метр жолды жүріп өтті. Дененің үдеуі. 8 секунд дегеніміз, достар, ол бізде 8 секундта жүрген жолдан 7 секундта жүрген жол азайтқан кезде 30 метр шықты деп жатыр, окей? Қозғалыс басталғаннан соң деп тұр, яғни бастапқы жылдамдық 0-ге тең деген сөз, иә? Бастапқы жылдамдық 0 болса, s-ның формасы қалай болады? A t квадрат бөлінген 2 болады. Енді, достар, қазір мен сәйкесінше мұнаны осы арқылы екеуін де ашамын, иә? 8-ге уақытқа 8-ді қоямын, 7-ге уақытқа 7-ні қоямын, окей? Сол кезде менде a көбейтілген 8-ның квадрат бөлінген 2 минус a көбейтілген 7-ның квадрат бөлінген 2 тең 30 шығып тұр, иә? Осы жерден, достар, 64 бөлу 2 32 бола ма? 32 a деп қойсам болады ма, иә? 49 2-ге бөлсем 24.5 a болады, иә? Тең 30 десем болады ғой. Сол кезде 32 a-дан 32 минус 24.5 тең 7.5 a тең 30 болады екен. Осы жерден a-ны тапсам, 30-ды бөле саламын 7.5-ге 4 бола ма? Үдеуіміз қанша шығады екен? 4 метр секунд квадрат шығады екен, иә? Осыны белгілей саламыз. Жалғастырамыз. Ғарыштық ракета ғарыш айлағынан 45 метр секунд квадрат үдеумен ұшты. 100 метр ары қашықтықты ұшып өткен соң оның жылдамдығы. Ғарыш айлағынан шыққан кезде оның бастапқы жылдамдығы 0 болады, иә? Тыныштан бастап көтеріледі ғой аспанға, осылай, окей? Үдеуіміз бізде 45, жолымыз бізде 1000. Оның жылдамдығын табу керек. Мынаның ішінде не жоқ, достар, қараңыздар. Осылардың ішінде не жоқ? Уақыт жоқ. Уақытсыз формула бізде v квадрат тең v0 квадрат плюс 2as, иә? Мына v0 0 болғандықтан, достар, мынаны сразу мен жазбаймын, 0 деп жазбай кетсем де болады, иә? Сол кезде v квадрат тең 2 a деген бізде 45, s дегеніміз 1000 болып тұр, иә? Сол кезде қанша шығады екен? 93 0. Сол кезде v квадрат тең 90 000 шығып тұр да, достар. Ал v-ның өзі осының түбірі шыға салады, иә? 300 шыға салады. 300 метр секунд шыға салады. Жалғастырамыз. Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай x тең минус 2 плюс 4-ті минус 3-ті квадрат заңымен өзгереді. Бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясы. Достар, мына теңдеу бізде қайдан шыққан? Бұл теңдеу бізде, достар, x тең x0 плюс v0-ті минус a t квадрат бөлінген 2-ден шыққан, е? Минус түрінде жерде минус қойып. Демек, x0 деген бізде минус 2 болып тұр, е? x0 минус 2 болып тұр, осы екеуін біреу дұрыс деген сөз. Бастапқы жылдамдық 4 болып тұр, е? Міне мына бастапқы жылдамдық 4 болып тұр. Бастапқы жылдамдық 4 минус 2 4. Е жауабы дұрыс деген сөз ғой, е? Енді үдеуіміз достар, не жерде a бөлінген 2, е? Бізде ол 3 болып тұр ғой. Көрдіңіздер ме? A бөлінген 2 ол 3-ге тең. Сол кезде A тең ол 6-ға тең.
Теңмелі қозғалыс демек -6 деген сөз, иә? -6. Жалғастырамыз. Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай x тең -2 плюс 4-ті -3-ті квадрат. Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз. Жылдамдық теңдеуін жазу үшін біз орын ауыстыру теңдеуін туындаламыз, иә? Бұдан туындалсақ, 2-ның туындысы 0, 4-тінікі 4 плюс 4 минус 3-ті квадраттікі 6t болады, иә? Сөз 4 минус 6t деген жауапты белгілейміз, д жауабы. Жалғастырамыз. Дене тең үдемелі қозғалыс қисық сызықты болып саналады. Егер жылдамдық тең үдемелі қозғалыс қисық сызықты болып саналады. Егер жылдамдық вектор тек қана бағытпен өзгерсе, жылдамдық векторы бағытқа қатысты өзгеріссіз қалса, жылдамдық векторы қозғалысқа перпендикуляр жылдамдықпен өзгермейді. Жылдамдық өзгермейді. Жылдамдық векторы қозғалыс тең үдемелі қозғалыс қисық сызықты болып саналады. Егер қозғалыс векторы қозғалыс бағытына сәйкес келеді. Жылдамдық векторы бағытқа қатысты өзгеріссіз қалады дейді. Осы болып тұр, достар, жылдамдық векторы бағытқа қатысты өзгеріссіз қалады. Осыны біз тең үдемелі деп айтамыз, окей? Ол жерде үдеу бар, бірақ ол жылдамдықты өзгертпейді, ол центрге қарап тартып отырады дененің жылдамдығы, хорошо? Ұзындығы 30 метр жүгіру алаңында спортшы 2,5 метр секунд квадрат үдеумен жүгірді. Содан соң бір қалыпты қозғалады. 100 метр қашықтықтағы спортшының уақыты. Ұзындығы 30 метр жүгіру алаңында спортшы үдеумен жүгірді. Содан соң бір қалыпты қозғалады. Достар, мынау 100 метр қашықтық спортшы. Бәрі 100 метр қашықтық екен де, достар. Осының алғашқы 30 метрін ол үдемелі қозғалыпты. А тең 2,5 мен, басқа қозғалым 0 болады ғой, енді спортшылар 0 басқа қозғалады ғой. Қалғанын бір қалыпты v константымен қозғалған. Бізге не дейді? 100 метр қашықтықтағы спортшының уақыты дейді. Окей. Достар, бірінші мен осы үдемелі қозғалған жерден бастап осы жерден уақыт тапсам, s тең at квадрат бөлінген 2 болады, басқа қозғалым 0 болғандықтан осы жерден түні тапсам, төбірасында 2s бөлінген a. Біз алдағы есептерде көрсеттік, жоғарыдағы есептерде мына формаға шығуын. 2s дегеніміз 30 болып тұр, бөлінген үдеуіміз қанша еді? 2,5 болып тұр. Сол кезде қанша болады? 60 бөлу 2,5 тең. Төбірасы 24 шығып тұр, төбірасы 24. Пока осылай қала берсін. Төбірасы 24 таңға примерно 5 шығады. 4,89 секунд шығып тұр. Енді достар қараңыздар, 100 метр қашықтықтағы спортшының уақыты. Енді қалған 70 метрде ол бір қалыпты қозғалады. Оны қандай жылдамдықпен қозғалатынын табу керек маған. Окей? Яғни бұл жылдамдығын осы жерде 0-ден бастап, мына жерге дейін бір какой-то бір мәнге келтірген ғой. Соңғы жылдамдық, соны табу керек. Оның формуласы менде v квадрат тең 2as десем болады. Сөйтіп мәндерін қойып есептесем, 2 үдеу 2,5, s-қа қанша 30 метр жол жүрген. Сол кезде қанша болады? 5 300 болып тұр. v квадрат тең 300 болып тұр. Дұрыс сөйтеді. 5 көбейту 150 болып тұр екен, шапасы өткен жерде. 150 шығатқан достар. 150. Яғни v-ның өзі төбірасы 150 деген сөз, дұрыс саны шықпай кетті. Енді достар, бұның маған уақытын тауып, енді ол бір қалыпты қозғалған, қалған бөлігін бір қалыпты қозғалған v константпен. Бір қалыпты қозғалыстағы уақыттың формасы менде s бөлінген v, s дегенге қанша метр қалған? 30 метр жүріп қойды, барлығы 70 метр қалған. 70-ті төбірасы 150-ге бөлемін. Сол кезде 70, төбірасы 150 тауып алсам бірінші. 12.23, 12.23 бөлі 12.23 тең 5.72. Қанша шығады екен жерден? 5.72 секунд шығады екен. Енді екеуін қосам, қосу 4.89 тең. Барлық сөзде 10.61 дейді достар, 10.61.
яғни алғашқысын осынша секундта, кейінгісі осынша секундта жүрген, иә. И сол кезде барлық уақыт бізде қанша шығып тұр? 10.61 секунд шығып тұр. Яғни жауабында 10.6 секунд деген белгілейміз ғой енді, хорошо. Достар, тағы да айтамын, кинематика есеп шығарған кезде мәтіннің берілген мұқият түсінуге тырысу керек, окей? Жалғастырамыз. 10 секунд ішінде автомобиль 400 метр жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бір қалыпты үдемелі болса, оның үдеуі. Окей. Достар, бірінші не дейді? Уақытымыз берілген 10 секунд, иә. И жүрген жолымыз берілген 400 метр. И осы кезде ол бастапқы жылдамдығы v болса, бастапқы жылдамдығы x деп белгіленсе, бастапқы жылдамдығы x болса, соңғы жылдамдығы 3x болған, 3 есе арттырған. Сол кезде бізде оның үдеуін табу керек. Давайте, достар, бірінші мен үдеусіз формуламен жылдамдық мәндерін анықтап алайын, иә. S тең v плюс v0 бөлу 2 коэффициенті бар ғой осымен. S деген менде 400 тең v деген менде v деген 3x плюс x бөлу 2 коэффициенті деген 10, иә. Сол кезде, достар, қараңыздар, мына екеуін қысқартсам 5 болады, иә. 5 пен 40-ты қысқартсам, яғни 80 бола ма? 80 болады. Сол кезде 80 тең, мына екеуін қоссам, 3x x қоссам 4x болады, иә. X тең сол кезде қанша болып тұр? 20 болып тұр, иә. 20 метр секунд. Яғни бастапқы жылдамдық 20, соңғы жылдамдық 60 деген сөз, 20-ны үшке бөлсем 60 деген сөз. Все, енді мен үдеуді таба саламын, үдеудің формуласы v минус v0 бөлінген t, иә. Сол кезде 60 минус 20 бөлінген 10 қанша болып тұр? 44 болып тұр, иә. 4 метр секунд квадрат үдеуімен қозғалады екен осы дене. Хорошо? Жалғастырамыз. Сурет бойынша 5 секунд ішіндегі дененің орын ауыстыруы. 5 секунд ішіндегі орын ауыстыру, достар, мен мынауларым кішкене ауысып кетті, мынау 2 мына жердікі, 3 мына жердікі, 4 мына жердікі, 5 мына жердікі негізі. Керісінше шатасып жатырсың. 1 мына жердікі, 2 мына жердікі, 3 мына жердікі, 4 мына жердікі, 5 мына жердікі, окей? Сол кезде 5 секунд деген қай жері менде? 5 секунд деген не жерде екен ғой? 5 секундта орын ауыстыру қаншаны көрсетіп тұр? 15 көрсетіп тұр, иә? 15 метрді белгілей саламыз. Тас вертикаль жоғары лақтырылған, тастың қозғалысына сәйкес келетін график. Так, достар, біздің графиктеріміздің көрсеткіштері құлап қалыпты, иә. Орын ауыстырудың уақытқа байланысты графигі берілген деген координатаның, иә. Достар, давайте негізі жауабы координата артып, азаяды, иә. Артып, азайып жатқан. Достар, мен жерде сәйкес келетін график болмайды, что-то, иә. Бізде негізі осы график болып тұр, достар, мына жер 0-ден басталатын болса, осы графигіміз болып тұр біздің, мынау x-ға байланысты графигі, окей? Сол кезде қай график деген, 4-ші график шығар, наверное, 1, 2, 3, 4, 5 осылай болып тұрады. Бір қалыпты қозғалса сәйкес келеді. Бір қалыпты қозғалса жылдамдық өзгермеу керек, жылдамдық өзгермейтін бізде тек қана 2-ші график белгілейміз. 4 секунд ішінде дененің жүрген жолы. 4 секунд ішінде жүрген жол деген 1, 2, 3. Достар, мынау 1, 2, 3, 4, 5 мынау болып тұр ғой, иә. Сол кезде 4 секунд ішінде жүрген жол, достар, мына 4 деп алсақ, ол 4 секунд S тең VT ғой, иә. Жылдамдығы біздің 2 болған. Тымыз қанша болып тұр? 4 болып тұр ма? 4 болып тұр. Сол кезде 8 метр деген сөз ғой, иә. Жүрген жолымыз 8 метр деген сөз, хорошо? Так, жалғастырамыз. Қозғалыс басталғаннан 4 секунд өткендегі дененің орнын ауыстыруы. Окей. 1, 2, 3, 4. Достар, естеріңізде болса, біз осындай V және T графигі ғой, иә. Екеуін көбейтіндісі жол бере ма? Демек, осы фигураның ауданын тапсақ, біз жол тапқан боламыз, иә. Бұл фигураның ауданы S тең V плюс V0 бөлінген 2 көбейтілген T. Осыны шығарамыз, иә. Екінші сабақ бересіз бе? Иә, сабақ берем ғой. Қазір 35 жас бар. Осы 4 жағымайдың осы отқа. Иә, қазір менде. Осы отты? Мен өтсеткен ғой. Соны менде қазір енді келіп көрінді 4 кеше. Все, қазір мен. Бір 6 есебім қалды мен. Түсем қазір. Так. Сол кезде, достар, мән орнына қойсақ, иә.
S тең V деген бізде ол қаншаға тең? V деген бізде соңғы жылдамдық яғни соңғы жылдамдық менде 4 болып тұр. Бастапқы жылдамдық 3 болып тұр, бөліп 2 көбейтілген Т деген бізде 4 болып тұр, иә. Сол кезде 2 4-ге 3-ті қоссақ 7, сол кезде жүрген жолымыз қанша болып тұр? 14 метр болып тұр. Ой, мына жауап жоқ қой. Дұрыс естедік пе? Достар, мына жерде цифрлар дұрыс алынбай қалып кеткен тұр ғой. Ол 1, 2, 3, 4 болып тұр ғой. Демек мынау 2 екен ғой достар, иә. Мынаны 2 деп алайын онда, окей? Sorry. 4-ке 2-ні қоссам 6, 6-ны 2-ге өйтсем 12, иә. Сол кезде 12 екен ғой достар, окей? Бізде шкалаларымыз жылжып кеткен да. Сол кезде 12 метр екен, окей? 12 метр деп аудан таба саламыз. Жалғастырамыз. График бойынша түзу сызықта қозғалатын дененің үдеуі А тең V минус V0 бөлінген Т, иә. Сол кезде V деген бізде кез келген жерде алса, осы жерде алса, иә. Сол кезде 1, 2, 3. V деген бізде так, соңғы жылдамдық 12, бастапқы жылдамдық 6-дан басталып тұр, иә, достар, иә. 6 бөлінген 3. 12-ден 6-ны азайтсам қанша болады? 6 бөлінген 3, 2 болып тұр, иә. Сол кезде 2 метр секунд квадрат. Шкалада өтчеді, достар. Шкалалар дұрыс алып қалдыз. V минус V0 12 минус 6 болады, иә. Осы кезде 6 3-ге бөлсем 2 ол дұрыс қой, 2 метр секунд квадрат. Достар, мен графиктің демек түсініксіз бірдеңелер кеткен болуы мүмкін, графиктерді PDF-ке транслейт жасаған кезде, окей? Жалғастырамыз. Дене 0,105 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Егер бастапқы жылдамдығы 20 см секунд болса, 20 секунд ішіндегі дененің орнын ауыстыруы. Окей. Формула бізде S тең V0T үдеумен қозғалған болып тұр ғой, А Т квадрат бөлінген 2 орындарына қойсақ, S тең V0 деген 20 см секунд, достар, метрге айналдырған кезде 0,2 метр секунд болады, окей? Соны біз метр секундқа айналдырып алу керекпіз. Ал Т деген бізде ол 20, иә. Сол кезде плюс үдеуіміз 0,5 көбейтілген 20-ның квадраты бөлінген 2. Сол кезде А, 14 метр екен, достар, мына жерден 14 метр шығады екен. 14 метр. Автомобиль тұрақты 5 метр секунд квадрат үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды. 20 секунд ішіндегі автомобильдің орнын ауыстыруы. Тыныш күйден десе, достар, біз бұны А Т квадрат бөлінген 2 десе аламыз, иә. Бастапқы жылдамдық 0 болған кезде 0,5 көбейтілген 20-ның квадраты бөлінген 2. Сол кезде қанша болып тұр? 100 метр шығып тұр ғой, сол кезде 100 метр деген жауап шығып тұр. Осыны белгілейміз. Автомобиль 10 метр бастапқы жылдамдықпен қозғала отырып 2,5 метр секунд квадрат үдеумен тежелсе, оның тежелу жолы S тең, достар, автомобиль бастапқы жылдамдықпен тежелсе десе, достар, оның соңғы жылдамдығы 0-ге тең, иә. Бізде бастапқы жылдамдық бар, ол 10 метр секунд, окей. И үдеуі бар, иә, 2,5 метр секунд квадрат. И нені табу керек? S табу керек, иә. Мынаның ішінде, достар, мынаның ішінде не жоқ? Т жоқ, иә. Т-сыз формула естеріңізде ғой, V квадрат тең V0 квадрат минус 2AS тежелу деп тұр, сол себепті, иә. Осы жерден бізде мынауымыз 0 тең 10-ның квадраты минус 2,5 көбейтілген S десем, мына не қойып түсем, сол кезде 100 тең 5 S болып тұр. S тең 105-ге бөлсем 20 болып тұр, иә. 20 метр деген сөз. Осыны белгілейміз. Жалғастырамыз. Шаңғышының тыныштық күйден 0,5 метр секунд квадрат үдеумен таудан сырғанайды. 20 секунд уақыт өткен соң 2 метр секунд квадрат үдеумен тежеле бастайды. Тоқтағанға дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы. Достар, қараңыздар. Бірінші түрмен сөйлесейін. Осылай шаңғыс түседі, достар, қараңыздар. Осы жерден шаңғысы түсіп жатқан кезде, ол бастапқы жылдамдығы 0 екен. Мына жерге келген кезде оның жылдамдығы қандай да бір шамаға жетеді, иә? Окей? Сол жылдамдық тауып аламын мен бірінші. Оны табу үшін қандай болады? В тең А Т деп тауып аламын, иә? Үдеуім 0,5, Т 20 көбейтілген. Сол кезде қанша болады? 10 метр секунд болады, иә? Енді достар, мына жерде 10 метр секундтан бастап не істейді? Ол тежеледі. Қандай үдеумен? 2 метр секунд квадрат үдеумен тежеледі, иә? Мынау бізде енді осы интервалда бастапқы жылдамдығы болады ғой. Соңында 0-мен аяқтаған бізге S-ті табу керек. Бұл жерден S-ті табу үшін, достар, қарап, мыналардың ішінде не жоқ? Уақыт жоқ қой. Уақытсыз формула бізде, жаңа формуласын жазып бізде, V0 квадрат бөлінген 2А-мен шығара саламыз. V0-ге бізде 10-ның квадраты бөлінген 2А-ға біз нешені қоямыз? 2-ні қоямыз, иә? Сол кезде 100 бөлінген 4, 25 метр болып тұр. 25 метр деген жауапты белгілейміз. Жалғастырамыз. Не жерге қатты кеткен екен.
Автобус 20 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты қозғала отырып тежеле бастайды. Оның 4 секундтан кейінгі тежелу жолы. Тежелу жолын достар біз v плюс v0 бөлу 2 көйту тымен тапсақ болады. Тежелу десе соңғы жылдам 0-ге тең, плюс 20 бөлу 2 көбейтілген 5. Сол кезде 10, 50 болып тұр сонда, 50 метр деген жауапты белгілейміз. Арабаша көлбеу жазықтықпен бір қалыпты үдемелі қозғалады. Арабашаның орын ауысу проекциясы 2t квадрат заң бойынша өзгереді. Осы кезде достар, мынау деген сөз мынадан шыққан, s тең at квадрат бөлінген 2 деген сөз. Үдеу бұл жерде 4 деген сөз достар. 4 2 өлі сразу жазып кеткен. Бұл жерде арабашаның үдеуі 4 метр секунд квадратқа тең деген жауапты белгілеймін. Векторлық шама бағыты бар шама, ол бізде үдеу. Окей? Достар, осымен біздің бір қалыпты қозғалысқа байланысты практикалық жұмысымыз аяқталды. Алда біз кинематика тақырыбын өткен кезде сіздердің тағы 100 есеп шығаратын боламыз бірге, жақсы ма? 200 есеп. Сау болыңыздар достар.